Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadırmenді muhtaram musulman жамағат, біздерді жоқтан бар еткен әлемдердің жаратушысы Раббымыз Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Алла Тағаланың соңғы елшісі, соңғы пайғамбары, адамзаттың ардақ тұтар ұстазы, жер бетіне рахым, мейірім ретінде жіберілген пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауат сәлемдер болсын. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы уақып сарқылмас қазына деген тақырыпта екен. Жалпы уақып деген не нәрсе? Уақып бұл дініміздегі садақалардың бір атауы. Және де садақалардың ең бір үлкені десек те болады. Өйткені уақып дегеніміз қандай да бір мүлікті садақа деп атап, оны істен шыққанға дейін қайырымдылық жолында пайдалануды уақып деп атайды екенбіз. Уақып турасында Құранда тікелей айтылмағанымен ол жайында меңзелген аяттар бар. Мысалға, Алла Тағала қасиетті Құранда айтады екен. Астағфирулла. Я айюхаллазина аману. Ей иман еткендер. Анфиқу мин тойибати ма касабтум ва мимма ахраджнакум минал ард. Яғни, өздерің еңбектеріңмен тапқан және де біз сендерге жер бетінен ризықтандырып шығарған нәрселердің жақсынан Алла жолында жұмсаңдар дейді екен. Ал енді пайғамбарымыздың баршамызға белгілі хадисі бар. Иза мата ибну адам деп келетін, яғни адам баласы дүние салатын болса дейді. Инқатаа амалуху. Ол адамның бүкіл амалы тоқтап қалады. Біздің оқитын намазымыз, жасайтын қандай да бір құлшылығымыздың баршасы тек қана осы өмірде. Дүниеден өтуменен бүкіл амалы адам баласының тоқтайды. Бірақ илля мин салас деп келеді. Тек қана 3 амалдан өзгесі дейді. Яғни 3 амалды пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, біздерге айтады. Ол амалдардың сауабы, жақсылығы тоқтамайды екен. Ол не нәрсе? Ол бірінші садақатун жария деп келеді. Садақатин жария. Бұл жерде жария садақа деп айтып жатамыз. Жария деген елге көрсетілген бір жария түрде жасалған деген сөз емес. Жария деген сөз ол жүріп тұратын деген мағынаны білдіреді екен. Яғни бір адам баласы көпір салып кететін болса, соны уақып деп атайтын болсақ, сол көпір істен шыққанға дейін соны қанша адам пайдаланатын болса, соның сауабын сол көпірді жасаған адам алады. Немесе сол сияқты біреу мешіт салуы мүмкін. Сол мешіт істен шыққанға дейін қанша жамағат ішінде намаз оқитын болса, соның сауабы салған адамға жазылады. Мектеп салуы мүмкін, медресе салуы мүмкін, аурухана салуы мүмкін деген сияқты уақып жасаудың түрлері өте көп. Осы жария садақа дегенді жүріп тұратын садақа. Ғалымдарымыз бұл уақыптан басқа еш нәрсе емес деген екен. Және де тағы да хадистің жалғасында бар. Айлмен юнтафау бихи, пайдалы білім қалдыратын болса деді.
немесе ауаладин солихин ядғулаху, немесе ол үшін дұға жасайтын ұрпақ қалдыратын болса дейді. Хазіреті Омар Хайбарда болған шайқастан кейін үлкен бір жерге елік етіп қалады екен. Сол жер жайында ардақты пайғамбарымыз бенен оған Алланың салауаты мен сәлем болсын ақылдасу үшін барады. Сонда ол жерде не істесем болады, я Алланың елшісі деген кезде пайғамбарымыз Омарға қаласаң оны уақып ет дейді. Үстінен түскен ақшасын садақа қылып тұр дейді. Омар кейін сол жерді сатылмайтындай, біреуге мирас ретінде берілмейтіндей уақып етті дейді. Яғни уақып деп біреу міне Алланың жолында деп бір мүлкін арнайтын болса, оны ешкім сатпайды екен. Оны мирасқа бермейді. Ешкімнің меншігі болмайды ол. Ол халыққа, көпшілікке деп сауап үшін арналған нәрсені айтады екен сонда уақып деп. Осы Омардың атаған уақытын ғалымдарымыз тарихтағы ең бірінші уақыт деп атаған екен. Және де Жабир атты сахаба айтады, Омар сол жерін уақып еткеннен кейін жағдайы бар сахабалар дүние мүліктерін уақып ете бастады дейді. Кейін дүниесі бола тұра, жағдайы бола тұра, уақып жасамаған ешбір сахаба қалмады деп айтқан екен. Яғни уақыттың маңыздылығы осындай. Ал енді бұл уақыт деп айтып жатырмыз, қазақ халқына бір таңсық болған бөтен сөз емес. Мысалға біздер білеміз, Құнанбай бабамыз қажылыққа барған кезде қазақ жерінен келетін қажылар сол жерге түнейтін болсын, сол жерде жататын болсын, қиналмасын деп Тақи атты қонақ үй салып кеткендігін білеміз. Әкесінің осы ізгісін Абай атамыз айтады екен. Меккеде уақып үй салып дейді. Пәтер қып жаққан шырақты бір құдайдың жолына малдаямай бұлапты деп айтады. Сонда уақыт деген сөзді Абай атамыз өзінің өлеңінде қолданып кетеді осылай деп. Немесе Сұлтан Бейбарыс бабамыз сонау Мысыр жерінде мешіт салдырғандығын білеміз. Немесе үш қасиетті мешіт Меккедегі, Мединедегі, Құдыстағы мешітті үлкен күрделі жөндеу жұмыстарынан өз кезінде өткізгендігін тарихтан біледі екенбіз. Ал енді уақыттың зекеттен өзіндік айырмашылығы бар. Яғни зекетпен шатастыруға болмайды. Зекет ол парыз етілген ғибадат. Уақыт ол парыз емес. Яғни уақып етпейтін болса, адам баласы бір жағдайы бола тұра уақып етпесе, ол күнәға тап болмайды. Ал зекет ол міндетті нәрсе. Ол жағдайы келсе, міндетті түрде оны беру керек. Сол сияқты зекетте мал дүниесі нисап мөлшеріне толу керек. Нисап мөлшері толмаған адамға зекет парыз емес. Бірақ уақытта нисапқа мал дүниесі толу деген арнайы шарт жоқ екен. Зекетті адам баласы жылына бір мәрте береді мал дүниесінен. Бірақ уақытты адам баласы кез келген уақытта жасаса болады екен. Сол сияқты жаңағыдай өзіндік зекеттен бұл уақыттың айырмашылықтары бар. Уақыттың түрлері өте көп. Оның ішінде мысалға діни уақыт деп атайды. Діни деген уақыт дегеніміз таза дін мәселесінде мысалға мешіт салу, мешіттің жаңағы жай намаздарын ауыстырып беру, жөндеу жұмыстан өткізу деген сияқты діни мәселелерді айтады. Мысалға жаңа Абай атамызды айттық, Алаш ардақтысы Мыржақ Дулатұлы бабамыздың да айтқаны бар екен. Ол кісі айтады, жарар еді ортада мешіт салсақ дейді. Қаза қылмай намазды барып тұрсақ дейді екен. Бір ғалымды фазыл имам сайлап дейді. Байларымыз жиылып уақып қылсақ деген екен. Осындай нәрсе. Немесе сол сияқты қайырымдылық уақыттың түрлері бар. Бұл жерде уақытты қай не нәрсеге қолданады деген кезде, мысалға кезінде мұны ғылым жолындағы шәкірттерге,
кітапханаларға кітап алып беру деген сияқты. Немесе сол сияқты ұстаздар білім беріп жатқан, басқа да басқа осындай ғылым жолына пайдаланған, зертханалар салу деген сияқты. Немесе халықтың денсаулығын сақтау үшін дәрі-дәрмектер мәселесіне, басқа да осындай. Немесе міскіндерге, жағдайы жоқ адамдарға, пақырларға көмектесу үшін осындай уақыттың мүлігінен пайдаланған екен. Ал енді мысалға Хазірет Османның да оқиғасы бар. Пайғамбарымыздың кезінде, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, мұсылмандар су таппай қалған жағдай болған екен. Сонда бір Рума деген құдық болады. Бір яһуди адамға тиесілі болды дейді. Және де сол Рума құдығынан ол суды мұсылмандарға өте қымбат бағаға сатады екен. Осыны пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, естіп біліп жүреді. Және жүрегіне өте қатты батады. Сөйтіп бір күні сахабалары менен отырған кезде пайғамбарымыз айтады: кімде-кім сол құдықты мұсылмандарға алып беретін болса, Алла тағала ертең жәннатта оған сондай құдық нәсіп етеді дейді. Осыны естіген кезде Осман бірден жаңағы яһудиге барып, құдықты маған сатыңыз дейді ғой. Бірақ яһуди өте бір қымбат бағаны айтады. Мүмкін емес сол кездегі баға. Сонда Осман айтады екен: онда маған құдықтың жартысын сатыңыз дейді. Ол қалай дейді ғой? Маған бағасын айтыңыз, төлейін. Бір күн құдықтың иесі мен болайын, бір күн сіз болыңыз дейді. Яғни бір күн суды мен аламын, бір күн сіз аласыз дейді. Сөйтіп яһуди ойланады да құдықтың жартысын сатады Османға. Осман өзінің күнін ол халыққа арнайды. Сонда жаппай халық, жаңа сахабалары барып, Османға тиесілі күнде су алып алады да, бірақ яһудидің күнде ешкім су алмайды. Сөйтіп бір күні яһуди Османды өзі шақырып алып, мынаның қалған жартысын да сатып алшы деп, арзан бағаға бере салған екен. Сөйтіп Осман ол құдықты толықтай уақып етеді. Және де осы күнге дейін сол құдық бар екен. Қараңыздар. Уақып болған нәрсенің берекетін қараңыз. Оның сауабы жаңағы сол уақып болып атаған мүлік істен шыққанға дейін жалғасып тұрады екен. Сол үшін де пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, не деді оны? Жария, яғни жүріп тұратын садақа деп атады. Мысалға, Абу Талха деген сахаба болған. Ол кісінің Байруха деген керемет бір құрма бағы болған екен. Пайғамбарымыз да кейде мешіттен шығып сол баққа барып отыруды, ол бақтың керемет мөлдір суынан ішуді өте жақсы көретін болған екен. Кейін Құранның аят түседі ғой. Сендер дейді, «Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун». Яғни өздерің жақсы көретін нәрсені Алланың жолында жұмсамайынша жақсылық атаулыға әсте жете алмайсыңдар деген Құранның аят түскен. Яғни садақаның әдебін айтып жатыр бұл жерде. Садақа деген кезде кейбір адамдар бар, жоғалып кеткен нәрсесін, жарайды, садақа болсын деп жатады. Немесе жарамайтын, кимейтін киімін осын садақаға бере салшы деп жатады. Қыстан шықпайтын бір малын садақа қылу керек еді деп жатады, бірақ олай емес. Садақа Алланың ризалығы үшін деп аталғаннан кейін, ол адамға сүйікті болған, өзі ұнататын дүниеден болу керек екен. Сол ұнататын нәрселеріңді Алланың жолында жұмсамайынша жақсылық атаулыға, оның қадіріне жете алмайсыңдар дейді. Осыны естіген кезде Абу Талха атты сахаба пайғамбарымызға жүгіріп келген ғой. Я Алланың елшісі, мен дүние мүлкімнің ішіндегі ең жақсы көретін ол Байрух атты бағымды. Соны Алланың жолында садақа етсем деп келеді, қараңыздар. Сонда пайғамбарымыз
оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әрбір сахабасының жағдайын өте жақсы біледі. Өзінің жағдайы тұрмақ сахабасының, оның туыстарының да жағдайын жақсы біледі. Абу Талхаға не деген керемет садақа бұл дейді. Бірақ ол бақшаны дейді, туыстарының арасында бөліп бер деп айтады екен, қараңыз. Сөйтіп Абу Талха пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, кеңесіменен жаңағы бағын туыстарына садақа етіп бөліп береді. Сол үшін де уақыт деген үлкен мән мағынаға ие. Жағдайы бар адам шамасы келсе, уақыт жасап кететін болса, ол үлкен өзінің ақиретіне деген дайындық жасап кеткені. Сахабаларда бар, пайғамбарымызға келеді екен. Я Расулалла, я Алланың елшісі, «Захаба ахлу дусур бил уджур» дейді. Бұл ауқатты адамдар бүкіл сауаптың барлығын алып кетті ғой дейді. Юсоллуна кама нусолли, ва ясумуна кама насум, ва ятасаддақуна бифудули амуалихим деп келеді. Олар дейді, біз сияқты намаз оқиды, біз сияқты ораза тұтады дейді. Бірақ олардың бір артықшылығы, олардың мал дүниесі бар. Сөйтіп олар садақа береді, Алланың жолында жұмсайды, сөйтіп бүкіл сауапты алып кетті ғой дейді. Қараңыз, сонда сахабалар, ол жаңа ауқатты адамдар бізден артық киініп қойды, бізден артық ішіп жеп қойды, немесе бізден артық семіз дөнен көліктерге мініп алды деп қызығып жатқан жоқ. Олар ақиреттік сауап жасап жатыр, біз сол сауаптарды жасай алмай жатырмыз деген нәрсеге шағым айтып келіп жатыр. Сонда пайғамбарымыз «Ауалейса қад жа'ал Аллаху лакум ма тасаддақун», Алла Тағала сендерге де садақа жасайтын мүмкіншілік берді емес пе дейді. Яғни дін әркімге шамасы келетін міндетті жүктейді. Шамаңыз келмесе, дін ол нәрсені сізге жүктемейді. Сонда садақаның өзге бір шамасы келетін түрлерін айтады ол кісілерге. Әрбір субханалла десеңдер, ол сендер үшін садақа болады дейді. Әрбір альхамдулилля десеңдер, ол да сендер үшін садақа. Аллаху акбар деп Алланы ұлықтасаңдар, ол да сендер үшін садақа деп садақаның түрлерін айтады. Бірақ бұл жерде сол садақа жасаудың артықшылығы. Мысалға, қасиетті Құранда аят бар. Алла Тағала айтады: «Анфиқу мимма разақнакум мин қабли ан яъти ахадакумул маут». Сендердің біреулеріңе ажал сәті келмей тұрып, Алланың жолында жұмсаңдар. Сонда кейбір адамдар жаңағыдай ажал сәті келген кезде олар не дейді? «Фаасаддақа ва акун минас солихин» деп айтады дейді, қараңыздар. «Лаула аххартани иля аджалин қариб, фаасаддақа ва акун минас солихин». Я Раббым Алла, маған бір мезет сәт мүмкіншілік берші қайтадан бұл өмірге қайтатын. Мен садақа беріп, ізгілерден болайын деп айтады дейді, қараңыз. Сонда ғалымдарымыз айтады екен, бұл жерде намаз сияқты басқа да үлкен құлшылықтар бар. Бірақ неліктен ол адам садақа берейін деп тұр деген кезде, садақаның сауабының ерекше болуыменен, садақаның сауабы өте ұлы, үлкен болуыменен, ол адам сол басқа малды емес, садақа берейін деп өтінеді дейді, қараңыздар. Сол үшін Алла Тағала баршаларымызды Алла жолында мал дүниесін садақа қыла білетін, мұқтаждарымызға жәрдемдесе білетін, қияметте сондай үлкен сауаптарға кенелетін жандардан болуымызды нәсіп етсін. Жалпы уағызымыз уақыт туралы болды ғой. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында уақыт қоры деген арнайы қор құрылған. Қазір жұмысын бастап, жұмыс жасап жатыр. Сол жерге де жалпы уақыт жайында қызығатын адамдар болса, байланысқа түсіп, сол жердің қызметкерлеріменен байланысқа шықсаңыздар болады. Қаншама қайырымдылық қорларға өзінің жәрдемін көрсетіп, қазіргі кезде қызмет жасап жатқан жағдайлары бар. Алла Тағала баршамызға берекесін, жақсылығын беріп, елімізге амандық, жерімізге тыныштық нәсіп етіп, жұмадан жұмаға баршамыз сау саламатте, амандықта жетуіміз жазсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахим.